Қайырлы таң, балалар. Жаратылыстану сабағымызды бастаймыз. Оқулығымыздың 41-ші бетін ашамыз. Бүгінгі біздің сабағымыз өте пайдалы әрі қызықты. Сабағымыздың тақырыбы дұрыс тамақтану. Балалар, бүгін біз адамның өсіп дамуына тамақтану қажет екенін анықтайтын боламыз, және пайдалы тағам дәруменнің не екенін білетін боламыз. Балалар, кел ойланып көрейікші, біз не үшін тамақтанамыз? Дұрыс тамақтану дегенді қалай түсінеміз? Жақсы. Балалар, тамақтану сенің өсуің мен дамуың үшін қажет. Адам көкөніс, жеміс, сүт, жұмыртқа, ет, балық, жарма, ұн секілді азық-түлікті пайдаланады. Олардан ботқа, сорпа, салат, шырын, нан дайындайды. Денім сау болсын десеңіз, күніне 3-4 рет тамақтан. Балалар, ас мәзірі түрлі пайдалы тағамнан тұруы тиіс. Өйткені тағам арқылы ағзамыз пайдалы дәрумендерді алады. Ал балалар, анықтап көрейікші, пайдалы тағамға не жатады, зиянды тағамға ше? Міне осы жерде сіздерге сөз кезегін беремін. Пайдалы тағам және зиянды тағам. Балалар, енді біздің нені білгеніміз жөн? Балалар, бізге дәрумендер не үшін қажет деп ойлайсыңдар? Балалар, ол үшін көкөніс пен жемісті үнемі жеу керек. Олардың құрамында дәрумен көп. Дәрумен денсаулық үшін өте қажет. Енді міне біз А, В, С дәрумендер туралы мәлімет алып өтейік. Балалар, А дәрумені бойыңды өсіріп, көзіңнің көруін жақсартады, тісің де мықты болады. Ал В дәрумені тәбетіңді ашып, күшіңді арттырады. С дәрумені суық тиюден сақтайды, күш береді, сергек жүруіңе көмектеседі. Бізде А дәруменіне не жатады, В дәруменіне не жатады, С дәрумендеріне не жататыны, яғни қандай көкөніс пен жеміс түрлері бар екен, міне суреттен көріп алсаңыздар болады. Келесі, балалар, бақылап көрейікші. Енді қараңыздар, суреттегі қыз бала дұрыс тамақтанып отырма. Оған дұрыс тамақтану туралы не айтар едің? Пайдалы ас мәзірін жасауға көмектес. Балалар, таңертең ол таңғы асына қараңыздаршы. Не алды? Шай алды, нан алды, көп нан алды, және шұжық, ірімшік және ботқа алған екен. Ал түскі асына ол тәтті шырындарды жеді. Тәтті бәліш, тәтті кәмпиттерді. Ал бесінге ол тәтті тоқаш пен кеселі алып ішті. Ал кешкі асына болса, қытырлап картоп пен шоколад жеді. Енді балалар, бұл жерде қайсысы дұрыс деп ойлайсыңдар? Қайсы асы дұрыс? Осы жерде сіздер мына суреттегі қыз балаға ас мәзірін қалай жасау керектігіне көмектесесіздер. Ендеше келесінде зерттейік. Балалар, сенің сүйікті тағамың не? Ол неден дайындалады? Қандай пайдасы бар? Міне осыларды үлкендерден сұрап біл, ізденіп көр. Мен сіздерге, балалар, тағы бір қызықты мәлімет айтып өтейін. Балалар, алманың 25% ауадан тұрады. Сондықтан ол суға батпайды, қалқып тұрады. Не көрдіңіздер ме? Осы бойынша зерттеу жасап көрсеңіздер де болады. Ал енді балалар, естеріңде сақтаңдар. Тамақты уақытымен іш. Тамақ ішкенде басқа нәрсеге алаңдама. Асты әбден шайнап же. Асықпай тамақтан. Балалар, не бүгінгі біздің сабағымыз дұрыс тамақтану еді. Не біз осы дұрыс тамақтану бойынша көптеген мәліметтер алдық.
ендеше келесі жұмыс дәптеріне орындап көрейік. Қараңыздар, балалар, міне дұрыс тамақтану үшін біз қазір себетке тек пайдалы тағамдарды салатын боламыз. Міне қараңыздаршы, мына жерде тағамдар түрлері берілген, ал ортада себет тұр. Міне біз осы себетке тек пайдалы тағамдарды саламыз. Ең бірінші әрине алма тұр. Алма пайдалы ма, жоқ әлде зиян ба? Әрине пайдалы. Алманы біз себетке саламыз. Балық пайдалы ма? Пайдалы. Шұжық қосылған тоқаш пайдалы ма? Жоқ, бізге пайдалы емес, зиян. Демек, оны біз себетке салмаймыз. Себетке тек пайдалы тағамдарды саламыз. Сәбіз пайдалы ма? Әрине пайдалы, себетке саламыз. Ал пицца міне деп атаймыз, бұл тағам бізге пайдалы ма? Әрине жоқ, бізге пайдасы жоқ. Келесі қуырылған тауық аяғы бізге пайдалы ма? Әрине жоқ, пайдалы емес. Ал банан бізге пайдалы ма? Әрине банан пайдалы, демек оны себетке саламыз. Мынау әртүрлі қосылған тоқаш бізге пайдалы ма? Бургер деп аталады. Жоқ, бұның пайдасы жоқ. Біз бұны себетке салмаймыз. Ірімшік бізге пайдалы ма? Әрине пайдалы, оны себетке саламыз. Құлпынай пайдалы ма? Әрине пайдалы, себетке саламыз. Балмұздақ бізге пайдалы ма? Жоқ, пайдалы емес, демек оны біз салмаймыз. Жүзім бізге пайдалы ма? Әрине пайдалы, жүзімді біз себетке саламыз. Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырмада біз себетке тек пайдалы тағамдарды салдық. Келесі енді екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Тыңда, суретті аяқтап сал. С дәрумені кездесетін жемісті қорша. Демек, бізде берілген бұл жерде лимон, алма, алмұрт және қарбыз берілген. Міне осы суреттерді аяқтап саламыз. Және де С дәрумені кездесетін жемісті қорша. Демек, С дәрумені қайсы жемісте кездесетін еді? Әрине, лимонда кездесетін еді. Демек, лимонды, яғни осы жемісті қоршаймыз. Балалар, міне осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.